Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін 2 наурыз. Тауықтарға жем бергелі жатырмын. Қазір көктем мезгілі, тауықтарға витамин жетіспейтін кез, как раз сол себептен жемге қазір кебек араластырып жатқан жоқпын. Мұнда чисто осындай тауыққа арналған комбикорм, міне осындай грануламен түйіршіктелген. И чисто бидай бірге бір араластырып беріп жатырмын. Өйткені қазір тауықтарға күштірек жем берген дұрыс. Сол себептен комбикорм мен бидайды бірге бір қосып беріп жатырмын. Оған әрине осындай ракушка қосамыз жеміне. И мындай рябушка деген. Негізі 100 килограмм жемге жетеді. Бір пакет. Содан аздап сеуіп осылай қосып дайындаймыз. Сол қазір жұмыстары кештеу келіп қалдым үйге. Сол жемін дайындап бергелі жатырмын. Так, міне тауық қораға да келіп қалдық. Осылай. Көп жем салмаймыз. Осылай. Бір. Екі ковш қана саламыз. Сол жетеді. Так. Жұмыртқа. Жұмыртқа что-то азайды бізде соңғы кезде, білмеймін неге екен. Бүгін таңертең шыққан жұмыртқа алған екен, кучиннен. Ал қазір так 6 жұмыртқа жатыр. Сонда вообще бүгін туған жұмыртқа 9 жұмыртқа болып тұр ғой. Мұнда дұрыс жемеген жемдерін. Жемін дұрыс жемепті. Так, бұлар жұмыртқа туылды қатырады. Қанша тауық өз? Бар жоғы 4 тауыққа туып жүрген. Сол 4-еу туған ғой. Мынау ғана тумайды бұнда. Бұл жаққа жаңағы мынаның ішінде жатқан алманың, лимонның атқоттары бар, сондайларды қосып салғанбыз. Кучинға салып жатқан жоқпыз, ондай чистағасы. Домашний тауықтарға береміз. Нан береміз. Кучин таза. Комбикорм мен бидай жеп тұр. Так. Тауық қораның іші жылы. Әдем болып тұр. Так. Осындай точкалармен болып шығады. Кейде жұмыртқалар, кейде біргелік болады. Жеген жеміне байланысты дейді. Негізі жұмыртқаның түсі ше. Сондай болады, походу, өйткені бір кісілерде қоп-қоңыр болып шығып атады. Бір кісілерде осындай мен сияқты ақшыл болып жатады.
Соған қарағанда жұмыртқаның түсі сол жеген жеміне байланысты болады походу. Енді бұларға кішкене көк беру керек енді. Ертең бағы қалаға барып капуста бір нәрсе турап беру керек. Өйткені көктемде бұлар витамин қатты керек қылады. Так, бұл жаққа жемді салдық. Қазір брамалардың жемін береміз. Так, міне брамаларға келдік. Бұлар осылай шөптің үстіне отырып алған. Мынау ақ туып жүр екен жұмыртқа. Бағана қарасам жұмыртқа туыпты. Қалғандар тумайды бұла. Барковский болған кезде мына жақта жұмыртқа деген толып тұрушы еді. Қазір жұмыртқа жоқ. Так, мұнда бізде болашақ мамаша жатыр, осылай красавица. Сосын бір кісі жазып жіберді комментарияға, светті өшіре сал деп. Светті өшіретіндей емес бізде, салқын мына жер. Осының өзінде қазір мынаның іші мысалға бірақ ары кетсе бір плюс 10 градус болды. Еще мына жерден сеткасы бар, ауаның бәрі, жылудың бәрі сыртқа қашады. Так что онда қатты ыстық болмайды деп ойлаймын. Так, мына жақта бізде балапандар. Мына жақта міне ауа райы бөлек. Ол жақта ауа райы бөлек. Балапандар осылай қонақтауды үйренген. Жемдері де бар екен, пока жем салмайын. Үшін бәрін нормально. Мына бір балапанға обал болды, білмеймін енді. Ол солай ақсақ болып шықты. Оны алып бір жерге қояйын десем, ол өліп қалады, тоңып. Балапандарға қойсам үстін таптап жатыр осылай. Не істерімді ойланып отырмын қазір. Міне мынау бізде петушок, қораз. Көрініп тұр қораз екен. Анан солай үстінен таптап өтеді. Оны алып бір жерге жатқызам, қазір көремін. Так, балапандар осылай. Суы бар, жемі бар, мұнда анда-сында пайдаланған жүгері салып қойып жатырмын ішіне. Так, ана балапанды бір нәрсе істеу керек болды. Болмайды. Что-то дұрыс болмайды сияқты соны жағдай. Так, табандарын бәрі құп-құрғақ. Іші жып-жылы болып тұр. Примерно плюс 15 градус болып тұр, ана жерде көрінбейді сіздерге. 15 градус болып тұр. Так, мынаның түбі 20-25 болып тұр ғой жай. Лампочканың түбі. Керек кезінде осылай келіп жылынады. Асып кетсе арақтарда жүреді үшін. Пока жағдайлары нормально. Осындай. Олжаса ертең күндіз қарайым тоже. Бірақ уже ертең кешкісін жұмысқа кетем, арғыны таңертең келем. Олжаса. Балапандардың уже үстіндегі окрастары бәрі білініп қалды.
қызыл лампочканың түбінде жүрген сонша білінбейді. Так. Дұрыстап фонарик жақсаң көрініп тұр. Қазір үйден тоже сүзбе бар, қалған сол сүзбеден әкеп себем кішкене. Оны жейтін болады. Ұқсайтын жерді тауып алып танылады. Кормушканың үстіне шығарады. Жалпы осындай демалып, сол. Демалыс, бір демалыс. Осы балапандар мен тауықтарым тағы бір демалыс. Сонымен осылай өтіп жатыр күн. Қажет істеген жоқпын, пока асықшы болған. Ертең балапандар тағы келгесін істей жатармын. Мына жерде пысықтар осылай жатып алып шөптің үстіне. Мына жерде отопление жоқ, менде салқын, кішкене салқындау ар жаққа қарағанда. Сосын кішкене тоңып тұр маған. Жатып алған уже. Жерге осылай бүлдіріп тастапты. Бәрін шығарып тастайын. Жем салатын жерге осылай бүлдіріп тастайды. Жер кәдімгідей салқын болып тұр ана. Есік ашық екен ғой. Есік ашық екен, содан екен салқын болып тұрғаны. Так. Былтырғы балапандар, тауықтар бәрі осының ішінде өскен. Менде. Так что ондай қатты бір проблема деп ойламаймын салқындық бұл жерге. Тем более күн жылып келе жатыр қазір. Алда плюсовой температуралар болады. Бітті, содан кейін құдай қаласа көктемге де ілініп кетеміз. Айтпақшы, сосын балапандарға тоже көк беріп бастаймын енді. Пияз, жаңағы. Мынау турап берем үшін. Өйткені бұларға да уже. Қазір беріп жатқан жемде мысалға витамин бар ғой негізі қорында. Бірақ дополнительно көк зиянды етпейді. Сол себептен капустадан, пияздан, чесноктан да аздап бере бастаймын. Жалпы біздегі жаңалықтар осындай. Нан төбесі терлепті, білмеймін, су тамшылап жатыр. Мына жерлерде су тамшылапты. Қысымен қатып тұрған сол күн жылғасын мына жерде үстіне жиналған қардың бәрі еріп жатыр ғой деп бақылдым. Бейшараның жаны бар ғой енді. Суға да дұрыс бара алмайды, шөлдеп қалыпты. Осылай қолмен ұстап берсем ішіп жатыр. Осылай да просто ауырып, осылай бала сияқты отыр. Балаға қараған сияқты жаны алатады осылай. Ауыру шықса, ақсақ шықса, амал жоқ енді. Осылай көреміз ұстап. Ақсақ болса да, тірі болса жүреді осылай. Тірі болмаса енді ештеңе істей алмаймыз. Оған операция істей алмаймыз. Басқа істей алмаймыз. Сол себептен амал жоқ. Солай өзім кішкене поддержка беріп көремін енді. Қазір көрем, ерінбей, может, отдельно бір орын істеп, клетка істеп, соның ішіне қоям ба көрем. Жем жеп тұр, су ішіп тұр. Тамақ сау, бірақ аяғы дұрыс болмай тұр ғой. Тіптен шөлдеп қалыпты бейшара. Суларында құю керек, көпті уже азайып кетті суы. Жалпы ағайын осы біздегі жаңалық.
Ал бізде домашний тауықтан шыққан, жұмыртқадан шыққан. Басында шапкасы бар. Қораз болады ғой өзі. Біреу төбесіне отырып отыр өзінше. Жалпы ағайын осы біздегі жаңалық. Осылай күнде кешкісін тауықтармен ауырамыз, қарап, тамашалап, жемін беріп, суын беріп, қызықтаймыз. Сіздерде де осындай бола ма? Тауық қора болсын, мал қора болсын, келіп, спокойно қарап, ұнай ма солай тоже. Осы мендегі қазіргі нені түсінетін. Болу керексіздер, тауық, немесе малға қызығатын кісілер. Осылай бір келіп қараған өзі бір демалыс қой. Аман сау болыңыздар. Ел заман жұртымыз тыныш болсын, тек жақсылық болсын.